Мынаны қараңыздар, мен сіздерге бір қазір қызық көрсетемін. Біз қазір автосалонда жүрміз. Сода мына бір көлікті көрдім. Мен сол көліктің қазіргі несін көрсетемін. Мына мысалға біз қазір мына көлікті көріп отырмыз. Бұл Қытайдың бір көлігі. Мына жерде мысалға. Соны енді қараңыздар, қалай бұл Қытайдың қазір көліктері қалай дамыған. Көрдіңіздер ме? Өзі ашылды. Өзі ашылды. Іші мынандай не? Сұмдық енді. Іші әдемі. Оның үстіне іші қараңыздар, есігі қатты жабылмайды. Ақырын ғана жабылып жатыр. Іші мына былғары дейді ғой, былғары кожаның иісі мүңкіп тұр. Керемет. Керемет. Сондықтан бізге де Құдай бұйырса, Қазақстанымызға да өйстіп даму керекпіз. Мен мына жақта мысалға Тесла тұр. Және міне Қытайдың жалпы Қытайдың көліктері сатылатын дүкенге келіп отырмыз, салонға келіп отырмыз. Соның бір үлгісі осы машина. Тағы да бір көрсетейін, не істейтінін қараңыздар. Қараңыздар. Терезесі түсті. Автоматты түрде өзі ашылды, көрдіңіздер ме? Кеңірек ашылды. Мен алыстаған сайын өзі кеңірек ашылады екен. Мені қайттан жабамыз. Көрдіңіздер ме? Өзі жабылды. Міне, құрметті ағайын, Құдай бұйырса бізге де өзімізге Аллахты қалауымен Қазақстанымызға да өйстіп дамып өсуіміз керекпіз.